Қарсылықтармен жұмыс әдебі. Клиентке қоңырау шалу кейінге қалдырасыз ба? Тек қана жоқ естімеу үшін. Жоқ деген қорқу сізді тоқтата ма? Енді осыны ойынға айналдыруға уақыт келді. Көп адам қарсылықтардан әрекетсіздігінде қатты қорқады. Нәтижесінде өсу жоқ, жаңа клиент жоқ. Бірақ қарсылық бұл қалыпты нәрсе. Тіпті ең табысты кәсіпкерлер де жиі жоқ естейді. Айырмашылығы, олар тоқтамайды. Әр жоқ оларды иә дегенге жақындатады. Ендеше қарсылықтармен қалай дос болуға болады? Аптасына 10 қарсылық әдісін қолдап көрдіңіз бе? Мақсат әдейі апта ішінде 10 рет жоқ есту. Яғни сату емес, қарсылықтарды қабылдау. Бірінші қадам. Ұзақтан бері ұсынғанын келіп жүрген, бірақ қорқып жүрген адамдардың тізімін жазыңыз. Күн сайын 1-2 батыл ұсыныс жасасын. Бас тартты ма? Керемет. Бір қадам орындалды. Үшінші. Нәтижені белгілеп отырыңыз. Уақыт өте қорқыныш азаяды. Ал бонус ретінде бірнеше иә де пайда болады. Ең бастысы, жоқ сөзінен қорықпайсыз. 10 қарсылық сынаған қабылдауға дайынсыз ба? Бұл постты сақтап алып, іс жүзінде қолдап көріңіз. Қарсылықтар көзқарасын қалай өзгеруіне таң қаласыз. Меня зовут Нургис Абайбулатов. Я совладелец и руководитель сетевой компании Cordial Care.